Саябағымыздың қызыл лента қию рәсімі. Ендеше саябағымыз салтанатты түрде ашық төріндеміз. Апаларымыздың шашуы қайда? Елді арасында әділдігімен танылған адам, соған байланысты артындағы ұрпақтары бірігіп, ақылдасып, осы туған жеріміз, ата жұртымызда жаңағы жастарға, балаларға, тұрғындарға арналған үлкен бір саябақ салайық деп 1 гектар жерді алып, мына мемлекеттік қаржыға сенбей, тек қана осы Есенгелді би бабаның ұрпақтарының қаржысына, жекелей қаржысына салынып отырылған нысан. Бұл жерде шағын футболдың алаңы, балалардың ойын алаңы, содан кейін спорттық воркаут зона, волейбол алаңы, баскетбол алаңы салынып отыр. Оның сыртында осы жерге келген ақылдасып ақсақалдары, осы жердің тұрғындары, солардан ақыл сұрап не істейік деген кезде, мына үлкен мейрамдарда, Наурыз мейрамында біздің кішкентай балаларымыз өлең айтсын, концерт қойсын, шағын ғана сахна салып беріңіздер дегеннен кейін бұл жаңағы жерде шағын сахна салынды. Содан кейін жаңағы мына шежірелік тақта қойылды. Өздеріңіз білесіздер, ежелден бабаларымыз бақ қайда барасың десе, мерекелі жерге барам деген екен. Сол береке бірлігімізді Тарбағатай жұртшылығы тағы танытып, міне халық игілігіне өзінің ұрпақтарына осындай үлкен саябақ ашып беріп жатыр. Бұл үлкен қуантарлық жағдай.